Қыздар, қараңыздаршы, бұл пирожныйды таразысыз дайындаймыз. Құрамындағы заттары қолжетімді, ең бюджетный, ең дәмді пирожный дейінше бірге дайындайық. Ең әуелі барлық жұмыртқаны ағы мен сарысынан осылай екі ыдысқа ажыратып аламыз. Енді осы жұмыртқаның ағын, яғни белокты аз-аздан қант қоса отырып, ағарып ұлғайғанша миксерлейміз. Соңында жұмыртқаның сарысын бір-бірден сала отырып, ақырындап миксерлеп аламыз. Және ұн, қопсытқыш, какао осылардың барлығын араластырып қойдым. Бұларды да аз-аздан қосып, қоюлау қамыр жасап миксерлейтін боламыз. Енді сүт және сұйқымай құйып, тағы да 1-2 қайтара миксерлеп, пергамент қағаз төселген противенге салып, 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Кремін дайындау өте қарапайым. Сгущенкаға өзімнің жиі қолданып жүретін Баян Сұлудың шоколадты пастасын қолданамын. Бұдан бөлек фундукпен, арахиспен жасалған түрлері бар. Кез келген түрін қолдана аласыз. Екеуін жақсылап миксерлеп араластырып, біркелкі қылып дайындап аламыз. Жаңағы қамырды екіге бөлеміз. Егер сізде кішірек әсел пеші болса, қамырды екіге бөліп 2 рет пісіріп алсаңыз болады. Және әрбір қамырдың ортасына кремін жағып, сүтпен пропитка жасап отырамыз. Сонда қамырыңыз ылғалды, жұмсақ болып тұрады жегенде. Осымен біздің пирожныйымыз дайын. Өте дәмді, дайындау жолы да өте оңай, кеңес беремін.